Балалар, тынышталамыз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңдер. Балалар, сендерді шақырған себебіміз жақында мектебімізде үздік шығарма атты байқау болғалы жатыр. Ең үздік жазылған шығармаға біздің мектептің атынан ең соңғы үлгідегі телефонымыз сыйға тартылатын болады. Ендеше 3 күннен соң біз шығарманы осы жерде анықтайтын боламыз. Шығармамыздың аты «Отбасы, бақыт, ұясы». Ендеше барлықтарыңа сәттілік. Айдын, осы сабақтарынан шаршап кеттім. Мүмкін қазір кетіп қалармыз. Біздің үйге бар демалып жатпадық па? Айдын. Ей, досым. Ау, не болды? Бағана бері сөйлеп жатырмын. Түк естімемен дей тұрсың ба? Не айтып жатқан едің? Ой, болды, маңызды еш нәрсе емес. Ал сен мұнша ойға кетірді, не ойлап кеткенсің? Жаңағы акциялдағы үздік шығармадан жарыс болады деп еді ғой. Соны ойланып кетіппін. Сол ма? Қатысам деп отырмын. Сен де қатысып көрсеңші. Мен сендерге қанша рет айттым, үйге қарап азығып келмейді деп. Ой, есімізді шығып кетті, ренжімеш. Оны қойшы, бізде күшті жаңалық бар, мектепке бүгін бекер бармадың. Соны айту үшін Айбар екеуміз асығып келгеніміз. Енді айтсаңдаршы, бүгін мектепте үлкен жиналыс болды. Айтуынша үлкен байқау жасамақшы. Шығарма жазу керек екен. Ең үздік шығармаға ең соңғы үлгідегі телефон бермекші. Ой, мынау күшті ғой. Үшеуміз бірігіп жазып ұтып алайық. Қандай тақырыпқа жазу керек сонда? Өзіңнің отбасың жайлы тақырыпқа жазу керексің. Жоқ, қатыспаймыз. Бізден де басқалар бар ғой, соларға қатыса берсін. Тамеріз қатысақшы, жегім алсақ телефон атып алғанымыз. Жоқ дедің ба, жоқ. Қазір әже больницадан келеді. Ол келгенше үйді жинастырып тастайық. Бүгін анам мен әкем тағы да келмейді ма? Солай сияқты. Осы бір дастархан басында қашан жиналып отырғанымыз есімде емес. Мен де бүгін мектептен асығып келіп едім, жарыс жайлы айтам ба деп. Ол жарысты не істемекшісің, сенде сол телефон бар ғой бәрібір. Бар болса да қатысып көргім келеді. Келді. Мам, пап, келдіңіздер ма? Сіздерге бір жаңалығым бар еді. Жандарым, біз қат шаршап тұрмыз ше. Кейін сөйлесейікші. Сіздер бірінші тыңдап көрсеңіздерші, мектепте бір жарыс болмақшы. Баған, ертең айтыңдаршы жай ма? Бізде қазір сендер тыңдайтын мамаң екеумізде шама жоқ. Сіздер бірінші тыңдап көрсеңіздерші, аз ғана уақыт. Біздің мектепте бір жарыс болмақшы. Сол жарысқа қатыссақ па деп отырмыз Рамазан екеуміз. Жақсы, қатысыңдар. Оған ақша керек шығар, қатысатын. Әкесі? Баған, мәңдір. Енді бізді мазаламаңдарша, біз жазып демалайық. Ертең жұмыс білесіңдер. Жандарым, сәттерге. Тұрсап тыңдасақ айтады, жарыстың барлығына ақша керек деп ойлаймын. Бағжан, жаның бар адам құсап істесеңші. Ой, шамам келгенше жасап жатырмын. Мен сен үлкенсің ғой? Ауруларым естісеңдер анан. Не болған? Сонша ойланып кетті. Айдын? Айдын. Ал, әке. Нұрсың сонша тұңғиыққа батып кетіпсің ғой. Көмектес. Тез сүріп үйге кіріңдер, тамақ ішеміз. Алло? Айдын, шынымен не болды? Не нәрсе сені ойландырып қойған? Сыныптағы ғашықта басқа не дейсің? Қайдағы ғашық? Жаңа мектебімдегі жарыс жайлы ойланып кетіппін. Сол ма? Мен де сол жарысқа қатысып көрмедік пе деп айтпақшы едім. Шынымен қатысайықшы. Еріккеннің ермегі ғой. Телефонды береді деп ойлайсыңдар ма? Енді завуч бүкіл оқушылардың алдында өтірік уәде бермейтін шығар. Ал жеңдік дедік, бір телефонға бола үшеуміз таласамыз ғой сосын. Сен екеуінде телефон бар ғой, мен алатын шығармын, егер жеңіп жатсақ. Әкеме берейік. Әкем біз үшін күндіз-түні жұмыс жасап жатыр ғой. Солай жасайық. Жеңіп алсақ күшті болар еді. Әкем ескі телефон мен ала салам. Оны уақытысында көреміз.
Сен жоқта не қызық болды тағы? О, сәлемдер. Екеуің ерте келіп алыпсыңдар ғой. Мектепке ұзақ уақыт келмеген соң сағынып ерте келіп алдым. Сен жоқта Аделина кәдімгідей жалғастырып қалды ғой. Басқа не қызық болды? Ешқандай. Айтқандай жарыс болмақшы. Отбасың жайлы шығарма жазасың. Жеңген адам ең соңғы үлгідегі телефон ұтып алады. Я, үйдегі бауырлармен ақылдасып қатысып көрмекшіміз. Ұтсақ, әкеме сыйласақ па деп қоямыз. Сендер ше қатысасыңдар ма? Я, мен де қатысып көргім келеді. Сол телефон сенде де ата-анаңда да бар емес пе? Енді екінші телефонды артықтық етпейді ғой, қатысып бағын сынап көрсін. Жоқ, өзім ұстамаймын ғой. Жеңіп жатсам бір адамға сыйласам ба деп едім. Я, бағымыз сынап көрейік. Қатысу тегін ғой, ешкім ақша сұрап жатқан жоқ. Шығарма жазу соншалықты қиын деп ойламаппын. Айтпа, біздің Томиристің тіл байлығы өте зор, соны қалай да көндіру керек. Я, егер ол шынымен кірісі, біздің жеңіп алып жатқанымыз анық. Бірақ байқайсың ба, тақырып бізге келмейді ғой. Я, кім жайлы жазамыз? Анамызда, әкемізде жоқ. Несі бар, әжеміз жайлы жазамыз. Біздің барымызда, нарымызда сол кісі ғой. Бірақ екеуміз точно жаза алмаймыз. Томиристі қалай да болсын көндіру керек. Біздің сыныптағы кейбір балдар өткізіп қойып те Нұрсұлтан ағайға. Сыныпта балаларда біз болсақ әлі жүрміз. Бұлай жасайық, екеуміз қазір үйге барып, бүкіл тірлікті істеп қойайық. Я, Томириске тірлік қалдырмай бауырын жасап тастайық. Атсайық, қасыңда тұрға ат. Ат, тағы да ат. Қасыңда тұрғы мұнан атсай. Тағы ат, на ердеген ат. На, қасыңда атсай. О, мектепке телефон алып келмеңдер, қанша айтамын сендерге? Бір құлақтарыңа кірме деген, Ағай, кешіріңізші, енді қайталанбайды. Или мектепке телефон ойнау үшін келесіңдер ма? Алып кел бер. Телефондарыңды енді мүлдем көрмейтін боласыңдар. Ата-аналарыңмен келесіңдер, сол кезде аласыңдар. Түсінікті ма? Ағай, кешіріңізші, менің телефоным еді. Досым өтінген соң әкелген едім. Жап-жас болып қарашы, бұның қандай телефон ұстайтын? Соңғы үлгідегі телефон ұстайды тағы. Ағай, беріңізші, досым Рамазан негіз алып келмейтін еді. Мен өтініп алып келші деп едім. Я, ағай, негізі білем телефон алып келмейтін едім. Бүгін мектепке бірінші рет әкелген едім. Жүтай жақсы болды. Көрмейсіңдер енді мына телефондарыңды. Ағай, беріңізші, мен кесімнен телефон алып қоймаңызшы. Жүгірмектер. Барында сабақтарыңа. Қазір сабақ бітеді, сосын мен кабинетіме келіп, телефондарыңды алып кетесіңдер. Түсінікті ма? Рахмет, ағай, енді мүлдем алып келмейтін боламын. Расыл, Ау, әке. сен ақ сабақ бармасың. Әке, бір қосымша жұмыс тауып, сол жұмысты жасап сізге көмектесем бе дегенім ғой. Қосымша жұмыс. Балам, мен сенен көмек сұрадым ба? Әке, сізге ауырлық түспесін дегенім ғой. Қандай ауырлық? Балам, сендерді асырап бағу ол менің міндетім. Әке, сізге жаным ашыған соң айтып тұрмын ғой, өзіңіздің де денсаулығыңыз мәз емес. Үйдің азық-түлігі, киім-кешектерімізге бәріне ақша жеткізе алмайсыз ғой. Балам, осындай нәрселерді ойлап өмір сүрмеулерің керек сендердің. Әке, сонда да. Балам, сен маған көмектескің келе ма? Сабағыңа уақыты бар. Сабағың жақсы оқы. Маған енді ең үлкен көмегің осы. Түсінің ғой? Қане тұр. Ертең демалыс, мүмкін біздің үйге келерсің, бірге отырып шығарма жазармыз. Білмеймін, сол сайысқа қатысқым да жоқ, тақырыбы мен үшін тым ауыр. Жаным құрбым, сен түсінем, амал жоқ қой, тағдырын жазғанда. Әжең және екі бауырың Алан мен Айбар жайлы жазды. Ойланып көремін, онсыз да Алан мен Айбар да қоймайды, қатысып көреді деп. Қазір үйге барсам, миымды жейін деп тұрмын. Егер де сен ұтып алсаң, қатты қуанар едім. Бағыңды сынап көрші, сенің тіл байлығың бар ғой. Я, көре жатармыз. Сол телефон өзінде де бар ғой, тек соңғы үлгідегі телефон демейсің. Я, бұл бірақ жақсы сайыс болды. Мектептегі балалар соғырлым еріп, босқа уақыт өткізіп жүр ғой. Я, Нұрсұлтан ағай дұрыс жасады. Балалар бәрі ізденіп жүр ғой. Я, кітапханаға да көп оқушылар келіп жүр екен. Бізге де мотивация болсын. Қатысып, бағымды сынап көрейікші. Жарайды, көндірдің, қатысайық. Айбар, тез қимылдасай. Болып қалдым қазір.
Bismillah. Bismillah. Ay, mına екеуінікі тыныштық па? Екеуіне не болған? Халан? Қай бар? Әй, сендерге не болған? Не қып үй жинап жатсыңдар? Енді үйіміз ғой әже, жинап қойын дегенбіз ғой. Әшейінде Тамерис қыз үйді осы жинасын деуші едіңдер ғой, а? Сендерге не болған, Тамберис сабақтан келгенде қуанып қалсын деп жатқанымыз ғой. Кішкене көмек болсын деп жатырмыз. Ой, пырмай, мыналарға шынымен бірдеңе болғана. Әй, әлде бірдеңе бөлдірдіңдер ме? Әже, сізге не болған? Барлық тірлікті Тамерис істеуге міндетті емес қой. Я, бүгінгі кешкі асты да Алан екеуміз істейміз. Әй, қарақтарым-ау, неге сонша жылпылдап кеттіңдер, а? Тамақты өзім-ақ жасаймын. Сендер үйді жинасаңдар болды. Жарайды әже, бізге кедергі жасамаңыз. Я, үй жинап жатқанда біреу кедергі жасаса жаман екен. Жарайды. Жақсы. Жарайды. Жинаңдар. Ал балапандар, кеңдер тамақтанаңдар. Тағы да макарон ба? Еще еті жоқ. Несі бар? Дәм секілді. Ет жоқ болса, дәмсіз деген сөз ба? Сен қарның аш емес сияқты ғой. Қарның аш болса ешкімге қарамай жейтін едің ғой. Шыдаңдар балдар, Құдай қаласа 2 күннен кейін ет аламыз. Айтпақшы күнде суытып келе жатыр. Оның үшін ертең демалыс. Мүмкін базарға барып сендерге бір қысық киімдер алармыз, а? Я, киім алмасақ менің киімім тосып кетті. Я, әке, сіз өзіңізге де киім алып алсаңызшы, ана киімдеріңіз тосып кетті. Мен жауалар дейсің ба? Бірінші сендерді киіндіріп алайын. Бағжан мен Айдынды алып бара беріңіз. Мен мектепке ертең шақырып жатыр. Қосымшам бар еді. Демалыс күнде қосымша ма? Апай келіңдер деді. Жарайды, мейлі. Сен кейінірек апарармын онда, я. Ертең үшеуміз базарға барып базар аралап қайтамыз. Ал, тамақтаныңдар, ал. Аға таптым. Тағы да жұмыс жасап жатсыздар ма? Ертең демалыс қой, кішкене демалсаңыздаршы. Иә, балалар, ертең демалыс, қайта демалыста істеп алуымыз керек. Әйтпесе үлгермей қаламыз. Осы жұмысты жасау үшін мен осы демалысты қатты күткен болатынмын. Бізге сонда қашан көңіл бөлесіздер? Соны айтам, үнемі жұмыс. Мүмкін сендерге ақша беремін. О, жақсы идея. Дүкенге барып кез келген заттарын сатып алсаңдар болады. Біз сіздерден ақша сұрап жатқан жоқпыз ғой. Сіздердің бізге кішкене болсын көңіл бөлгендеріңіз керек, ақшаларыңыз емес. Сіздерге біздің барымыз да, жоғымыз да қызықтырмайды. Үнемі жұмыс, кішкене біздің көңіл күйімізді көтеріп қоюды да білмейсіздер. Кешіріңдер, жандарым сол. Барлығы сендер үшін, түсініңдер, иә? Біз бұл жұмысты сендердің болашақтарың үшін істеп жатырмыз, балалар. Енді сендерге уақытылы көңіл бөлеміз. Балалар, давай бүйтеміз. Ертең бәріміз бір жерге барып қыдырып қайтайық. Шынымен ба? Ертең жұмыстар шығып қалды демейсіздер ме? Шынымен уәде берем. Онда барып дайындала берсеңдер болады бүгіннен бастап, иә? Барыңдар. Анау янбалды кім берші, маған отчет. Саған не деген тазалық? Саған арнап, Айбар мен Алан екеуі үйді тап-таза етіп жинап, дәмді етіп тамақ та пісіріп қойды. Шынымен бе? Иә. Я, бізді кім деп тұрсың? Біз секілді пысық ағаларың барына қуансайшы. Тамерис бүгін бірден алып қалған шығарсың, я? Я, рахмет сендерге үлкен. Алтындарым сол, жарықтарым сол. Сендер менің көзімнің ағымен қарасысыңдар. Мен сендерге шүкір, дұрыс тәрбие беріп жүр екенмін. Осы бұлдырлап сөйлегендеріңді аналарың мен әкелерің көргенде ғой. Басқаша болар. Әже, жыламаңызшы. Осы әйел адамдардың жүрегін нәзіктеп текте айтпаған ausыра. Қаншама уақыт өтті. Тағдырдың жазған соуды жуай бермеңіздерші. Аллаға шүкір, әже. Бізге әке де ана да болып отырсыз.
жаман жолмен жүріп жүрген балалар емеспіз. Осы екеуі кішкентай болса да, қалай үлкен адамдарша ойлап сөйлейді екен? Соны айтам. Тура біреу үйретіп қойған секілді. Жуай бермеңіздерші. Айтпақшы Тәңірес, саған бір нәрсе айтпақшы едік. Я, жарайды, шығарма жазуға көмектесем. Сен неге тез көне салдың? Өйткені сендердің бүгінгі істеген жұмыстарың маған ұнады. Жарайсыңдар. Құлындарым менің. Осылай әрдайым бауырмал болыңдар. Жарайсыңдар, алтындарым. Бар, киіміңді ауыстырып, тамаққа кел. Ал балғындар киімдерің ұнады ма өздеріңе? Иә. Құдай қаласа жақсылыққа еңдер. Әке, бағанағы донек жекші. Айтпақшы, я. Қазір. Опа! Әлі суы қоймап қал. Жеп алыңдар. Сенікі менікінен үлкен болып кетті ғой. Жей берші енді. Таласпай жеңдерші енді. Әке, сіз жемейсіз бе? Әке, мен мүмкін сізге бөліп берейін. Жоқ, өздерің жібердер. Мен аш емеспін. Аш болсам алып жер едім ғой. Мен тоқтым. Сендер жеңдер, ас болсын. Апа, болды, енді үйге қайтайық, шаршап кеттік. Осы көңіл бөлгендеріңіз де жетеді. Ай, ойнасаңдаршы, ертең бізге ренжіп жүрмейсіздер ма? Жоқ, уайымдамаңыздар, ренжімейміз. Оның үстіне шаршап тұрмыз. Үйге барып әлі үй тапсырмаларын жасау керекпіз. Кеттік онда. Қарақтарым-ау. Осы суреттер естелік болып қалатынын кім білген? Анам да, әкем де өте әдемі болған. Қараңдаршы, мен тура әкемнің аузынан түсіп қалғанмын ғой. Я, номер 1 краш. Ой, біздің Айбарға мақтаны беріп қойсақ қоймайды ғой енді. Енді Томирис айтқандай мені бәрі краш дейді ғой. Краш? Краш деген не бәле? Ой, әже, олайшын жастардың сөзі ғой. Мен сені жаман сөзге айтуға үйреттім ба? Ондай сөз не қылып айтып жүрсің сен, а? Әже, болды, жіберіңші қуаң, болғалы сөз емес. Я, әжеге мүлдем таңсыз сөз болған екен, болғалы сөз деп ойлаған ғой. Енді бірден үстімен күліп алу керек, айтпайсыңдар ма басында түсіндіріп? Әже, краш деген ол әдемі деген сөз. Қайдан білейін? Бір боғауыз сөзге ұқсайды екен. Айналайын, кешіш балам. Мен боғау сөз айтатын жігітке ұқсаймын ба, әже? Жарығым, апаңды кешір, я? Сендер әлі ұйықтамағансыңдар ма? Жоқ, әке, сізді күттік. Я, сізді ұйықтамай күтіп отырмыз. Сағат деген 12-ден асыпты ғой, ертең сабаққа тұра алмай жиналасыңдар ғой. Жатыңдар. Әке, Нұрасылдың сізге тосын сыйы бар. Әке, барлығымыздың атымыздан. Мына күртешелерің. Қымбат қой мынауларың. Ана күртешені киіп көріңізші қане. Әке, Нұрасыл ақша жинап, осы күртешені сізге сатып алды. Әрине бізде қос, бірақ көп емес. Балапандарым ау, әрине, рахмет. Көңілдеріңе рахмет. Бірақ сендерге қашан қайта маған бұл ақша құртпаңдар деп. Әке, неге сізге арнайлап алдық қой? Мынаны апарып өткізіңдер де ақшасын алыңдар. Сен қайдан алдың ақшаны? Тоқташы, сен алдыма жұмыс істеп жүрмін деп едім. Сол жұмысыңнан әлі шықпағансың ба сен? Әке, сіз ойлағандай қиын жұмыс емес. Әке, болды, қазбалай бермеңізші. Енді жұмыс жасамайды. Сізге шын көңілмен беріп отырмыз ғой. Балама, мына күртешені не шаман? Жұқа, әке мынау. Сосын осы жылдың қысына шыдамайды. Әке, ауырып қаласыз ғой. Ал ауырып қалсаңыз бізге кім қарайды?
Әке, киіп көріңізші. Не дәрілер? Соны айтам. Мына жерде бір от адамның дәрілері бар дерсін. Не болды? Неге үндемей қалдың? Берші ғана көрейін. Мына дәрілердің барлығы анам мен әкемдікі екен. Жап-жас болып алып осынша дәрі ішеді ма? Иә, екеуі күндіз-түні жұмыс жасап, денсаулықтарына дұрыс қарамаған сияқты. Иә, оның үстіне жұмыс уақытысында үйдің тамақтарын ішпейді ғой, үнемі сырттан ішеді. Иә, соның барлығы әсер еткен сияқты. Жандарым, осы жұмыстың барлығын біз үшін істейді ғой. Иә, біз тағы оларға ренжиміз, бізге көңіл бөлмейді деп, біз түгілі өздеріне де көңіл бөлмейді екен ғой. Неге көңіл күйлерің жоқ? Бір жерің ауырып тұр ма? Біреу тиісті ма? Бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Анашым, біз сіздерді жақсы көреміз. Мен де сендерді жақсы көремін. Так, Алан, Айбар, Тамирис үшеуі қатысады екен. Мына жерде Нұрасыл, Бағжан, Айдын. Үшеуі шығарма қосылып жазады екен. Мыналар кімдер, Аделина, Рамазан. Мыналарың мектептегі ең бай оқушылар ғой. Не, бұларға сотқа жетіспей жүр ме әлі? Қызық. Ладно. Мына телефон қай оқушыға берады екен? Әйтеуір айғай шусыз, аман есен бір мұқтаж жанға бұйырса жақсы болар еді. Осы жобамызды аяқтап болғаннан кейін бір жақсылап дем алмасам. Өзім бастауын бастап алып, өз басыма проблема болды. Ниче, оқушылар күтіп қалған жүр. Біздің отбасымыз, біздің бақытты мекеніміз. Біз отбасымызда 4 жандармыз. Анам мен әкемнің көп уақытысы жұмысқа кетеді. Бірақ бұл деген бізді жақсы көрмейді деген сөз емес. Біз солардың талмай еңбек еткендерінің арқасында ештеңеден таршылық көрген емеспіз. Біз үшін барлығын алып беруге даяр жандар. Аллаға шүкір, анам мен әкемнің арқасында зәулім үйіміз бар. Телефонның ең соңғы үлгідегісін де алып береді. Киім десек ақшасына қарамай, киімдерді де алып береді. Анашым, әкешім, бұл өмірдегі ең жақсы қалайықсыздар. Сіздердің кейде біз үшін осылай талмай еңбек етіп жүргендеріңізді түсінбей, шу шығарып ренжігеніміз үшін кешіріңіздерші бізді. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Анам мен әкем кішкентайынан жақсы оқыған жандар. Олардың айтуынша оқыған адам ешқашанда жерде қалмайды. Сол себептен олар бізге барлық жағдай жасатып, тек уақытымызды сабаққа бөлгенімізді қалайды. Солардың арқасында біз сабаққа басқа заттарға бас қатырмаймыз. Анам мен әкемнің осындай жағдай жасап қойғанына алғысым шексіз. Соңғы уақытта жұмыс деп өздеріне де көңіл бөлуді қойды. Анашым, әкешім, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Саламатсыздар ма? Мен негізі бұл сайысқа қатысқым келмеген. Бұндай сайыстарға сене бермеймін. Бауырларым қатысып көрейік деген соң келіп отырмын. Бұл тақырып ауыр тақырып. Отбасы дегенде анам есіме түседі. Анам жүзі жылы, көздері мейірімге толы жан еді. Үйдің ең үлкен баласы болған соң, мен анаммен көп уақыт өткізгенмен, анам бізді әкемізге аманат етіп тастап кетті. Әкемнің өзі өте қарапайым отбасыдан шыққан. Әкемнің басты арманы балдарына қалаған алып бере алатындай адам болу. Сол үшін күндіз-түні жұмыс жасайды. Бізді ешкімнен кем қылып өсіргісі келмейді. Әкем жайлы айта берсең өте көп. Өзінің аузынан жырып, балалары, яғни бізге барлығын беруге даяр. Өзі аш болса да ең алдымен балаларын тойсын деп жүретін кісі. Анам өмірден озған соң бізді бірде-бір рет жалғыз тастаған емес. Басқа біреу балаларыма өгейлік қылады деп үйленбеді де. Біз сабақтан келген соң ыстық тамағын дайындап күтіп алады. Қалтасына артық ақша түссе болды, ең алдымен бізге деп барлығын алып беруге даяр жан. Егер де осы сайыстан жеңіп алсақ, сол телефонды әкеме берсек дейміз. Ол
бар жақсыға лайықты. Саламатсыздар ма, құрметті мұғалімдер мен осы сайысқа қатысып жатқан оқушылар. Ең алдымен Нұрсұлтан ағайға осындай жарыс ұйымдастырғаны үшін алғыс айтамын. Сіздердің арқаларыңызда көптеген оқушылар ізденіп бос жүрген жоқ. Біздің ең бірінші мақсатымыз бұл телефонды жеңіп алу емес. Ең бірінші біздегі мақсат ішкішілік дегенді басқаларға түсіндіру. Ішкішілік қарапайым тілмен айтқанда, дәл осы жерде біздің қиналмай жүріп тұруымызда сөйлеп, ойымызды айта алуымыз. Тасын тағы сол секілді сіздердің қандай да ата-аналарыңыздың осы өміріңде бар болуы. Я, мейлі бай болсын, кедей болсын, сіздердің қастарыңызда ата-аналарыңыз бар. Тіпті сіздерге уақыт бөлсе де, уақыт бөле алмай қалса да, әйтеуір бала шағам деп жүрген адамдар. Олардың барына сіздер шүкірлетулеріңіз керек. Бұл өмірдегі бірде-бір адам баласына жамандық ойламайды. Барды бағалап, қадіріне жете беру керек. Осы жердегі біріңіздің ата-анаңыз бар, ал біреулеріңіздің әкесі барда анасы жоқ. Бірақ Алла сақтасын, біз секілді екеуі де жоқ адамдар жоқ екен. Сол себептен бар ата-аналарыңызды қадірлей біліңіздер. Екі бауырымның оқығандарына қарап бізге ашылық танытпаңыздар. Шерге асымыз, керге киіміміз шүкір бар. Тұрып жатқан үйімізде ешкімнен кем емес. Бірақ анамыз бен әкеміздің жоқтығы. Әттеген-ай, екеуі де бір күнде жол апатынан қайтты. Бұл оқиға біраз уақыт болса да, тап бір әлі күнге дейін кеше болған секілді. Кезінде бізді анамыз бір жерге жұмсағанда, қазір барам дейтінбіз. Ал қазір жұмсаса, ұшып барып істер едік. Әкемнің кейбір рұқсат бермеген сөздеріне жанымыз шығып ренжуші едік. Ал қазір оны рұқсат бермегені бізді ойлағаннан екенін түсініп жүрміз. Қазір біздің анамыз да, әкеміз де біздің әжеміз. Бізді қарап, осы күнге жеткізіп отырған сол кісі. Онымен мен не айтқым келеді? Мейлі ол көп жұмыс жасасын, мейлі аз, тіпті ұрысқақ, ашуланшақ болса да, ол жандар сіздерде де бар. Отбасы бақыт ұясы, ол аналарымыз бен әкелеріміз. Ал оқушылар, осы шығармаға, осы жарысқа қатысқандарыңа сендерге шын жүректен рахмет айтам. Шыны керек, осындай ізденісте жүрген оқушыларды көріп қуанып қалады екенсің. Ендеше балдар бұлай қылайық. Қазір телефонның жеңімпаздарын анықтаған кезде шын жүректен қуанып құттықтайық. Олай болса, дайынбыз ба? Ендеше шығармамыздың жеңімпаздары Нұрасыл, Бағжан, Айдын. Ал, балдар, құтты болсын. Сендерге сыйлық, оқуда озат болыңдар. Құттықта қойық. Ал жаңа ұялы телефондарың құтты болсын. Осы жеңіске сендер әбден лайықтысыңдар. Осыны мен ұтқанда қуанып тұрмын. Я, неде болса жарыс әділ өтті. Біздің мақсатымыз жеңу емес еді, қатысу еді. Я, сендер үшін қуаныштымыз. Шығармаларың өте әсерлі, жүрекке жетті. Рахмет, әйтеуір араларында түсінбеушілік болмаса болды. Ол не дегенін ешқандай түсінбестік жоқ. Жарыс әділ өтті. Я, Нұрсұлтан ағайдың арқасында телефонды болып қалдық. Мен ойлағаным, бір жеңіп жатсақ бәрібір сендерге береміз деп. Сендердің әкелерің еңбек қоржан ғой, сендерге ана да әке де болып жүрген. Рахмет сендерге барлығы үшін. Сіздің аты жөніңіз? Байсбек Тәмерис. Тәмерис, қай жақтың тумасысың? Ленгір қаласының. Ленгірдің қандай микрорайонда тұрасың? Мен 5-ші ауылда тұрам. Мен нөмірі 6-шы жалпы орта білім беретін мектебінде 4-ші Б сынып оқимын. Саған осы кинода қандай қызықты оқиғалар есте қалды және қандай қызықты сахналар болды? Маған ең қызықты сахна әжемізбен бірге отырып альбом қараған сахна ұнады. Сен осы кино арқылы кімге алғыс білдіресің?
Мен ата-анама және де сіз секілді режиссерларға, жанымызда жүрген мобилографтарға. Сіздің аты жөніңіз кім? Менің аты жөнім Кентербай Аделина. Аделина, қай жақтың тумасысыз? Ленгір қаласының тумасымын. Қай мектепте және қай сыныпта оқисыз? Номер 7-ші IT мектеп лицейінің 6А сынып оқушысымын. Сізге мысалы осы кинода қандай қызықты сахналар және қандай қызықты оқиғалармен есте қалды? Үйде ата-анамызға жарыс туралы айтып атқан кезіміз. Осы кино арқылы сен кімге алғыс білдіресің? Осы кино кастингке апарған ата-анама және де күні түні қасымызда түсіріп жүрген ағайларға, апайларға. Менің есімім Алиасқар Айбар. Қай жақтың тумасысыз? Ленгір қаласы. Қай мектепте оқисың? Номер 4-ші Қаныш Сәтбаев атындағы. Қаншасыншы сынып оқисың? 5-ші. Сен біздің Талант киностудиясында қандай фильмге түсіп жатсың? Отбасы бақыт жасы. Түсірілім саған ұнап жатыр ма? Қандай қызықты сәттермен есте қалды? Актовизалдағы телефон алып жатқан кезіміз. Кімге алғыс білдіресің? Осы кастингке алып келген ата-анама. Аты жөніңіз? Зинатуллин Аван, Қай жақтың тумасысың? Ленгір қаласын, Қай мектепте оқисың? Мейірбейіс мектебінде. Қаншасыншы сынып оқисың? 4А. Сен біздің киностудияда қандай фильмге түсіп жатсың? Отбасы бақыт ұясы. Түсірілім барысында қандай қызықты жағдайлар болды? Саған қай сахналар ұнады? Маған актовый залдағы ұнады. Ояқта Нұрасау, Бағжан, Айдынға телефон беріп жатқаны. Кімге алғыс білдіресің? Мені осы фильмге түсірген ата-аналарыма алғыс айтам. Аты жөніңіз кім? Сатырбек Нұрасыл. Қай жақтың тумасысың? Қай мектепте оқисың? Ленгір қаласында оқимын. 7-ші лицей мектебінде. Қаншасыншы сынып оқисың? 7. Қандай фильмге түстің және де ол жерде қай сахналар саған ұнады? Біздің телефон аған сахнамыз ұнады өзіне. Қандай фильмге түстің? Отбасы бақыт ұясы деген. Кімге алғыс білдіресің? Осы кастингке әкелген ата-анама алғыс білдіремін. Аты жөніңіз кім болады сіздің? Құсайын Айбар, Айбар, қай жақтың тумасысың? Шұлы қорған. Қаншасыншы мектепте және қаншасыншы сынып оқисың? 4-ші сынып, 4А сынып. Жарайды. Айбар, саған біздің киномыз ұнады ма? Иә. Кинода қандай қызықты сәттер есте қалды сенде? Үйдегі сахнада әжемен бірге әңгіме айтқанымыз. Сен бұл осы киноға түсіп жатсың ғой енді, сол арқылы сен кімге алғыс білдіресің? Осы киноға түсуге мүмкіндік берген анама алғыс білдірем. Сіздің аты жөніңіз кім болады? Менің аты жөнім Өскенбай Бағжан. Бағжан, қай жақтың тумасысың? Шымкент қаласы. Шымкент қаласының өзі, иә? Қай мектепте және қаншасыншы сынып оқисың? Номер 97 жалпы орта білім беретін мектебі 6-ші Б сынып оқушысы. Молодец. Саған Талант бала киностудиясының түсіп жатқан кино ұнады ма? Өте қатты ұнады. Осы кинода қандай қызықты сәттер болды және қандай қызықты сахналар саған ұнады? Достарының қателесіп қалған жерлер. Кинода қателесіп қалған жерлер ма? Сол қызық болды ма? Дұрыс. Сен осы киноға түскенің үшін кімге алғыс білдіресің? Ата-анама және отбасыма алғыс білдірем. Сіздің аты жөніңіз? Қуаныш Рамазан. Рамазан, сен қай жақтың тумасысың? Ленгір қаласы. Ленгір қаласында қай мектепте және қаншасыншы сынып оқисың? Номер 4-ші мектепте Қаныш Сәтбаев атында 5В сынып оқимын. Молодец. Сен Талант бала киностудиясының осы кино саған ұнады ма? Иә, өте қатты ұнады. Бұл кинода сенің есіңде қалатын және саған қызықты қандай сахналар және қандай оқиғалар болды? Біз ең бірінші футбол ойнайтын жерге келгенде Аделина екеуміз футбол ойнап жүргеніміз қатты ұнады.
сен енді осы кино арқылы кімге алғыс білдіресің? Осы фильмге түсірген үшін ата-анам мен әке-шешеме алғыс білдіремін. Және съемочный командадан қандай ағайың, қандай апайыңа мысалы алғыс білдіресің? Бақытжан ағайға, Макс ағайға, Болды, сол, иә? жоқ, және бізді азаннан кешке дейін түсіріп жүрген ағайға алғыс білдіремін. Болды, молодец.